Қасым-Жомарт Кемелұлы, президент мырза, бүгін жексенбі маусымның 19 жұлдызы. Міне, біз қазір Ақмол деген ауылда жиналып тұрмыз. Целиноград ауданының ауылдарының тұрғындары, белсенділері. Ол қай ауылдар? Айтайық. Бірлік. Қараөткел, Шалқар, Ақмол, Талапкер, Тайтөбе, Қорғалжын, Байшұқыр, Жаңажол, Жаңа Есіл. Міне, осы халық, жергілікті халық сізге мынандай үндеу тастап жатыр. Жер халыққа қайтарылсын. Бүгінгі таңда істеп тұрған осы қоғамдық келісім шарт деп айтуға болады. Осы 20-15 жыл бұрын орнатылған жүйе, схема деп айтуға болады, ол қазір істемейді. Өйткені сол схеманың арқасында жергілікті халық өз жерлерінен айырылып қалып отыр. Күнкөріс көре алмай жатыр. Ауылда тұрған халқымыздың тең жартысы қатты қиналып жатыр. Сол жердің болмағандықтан жастар үлкен қалаға барып, көшіп, қалаларда үйсіз-күйсіз қаңғып жүр. Немен айналысақ, Құдайдың өзі ғана біледі. Сондықтан, дұрыс айтып тұрмын ғой. Сондықтан, енді мына ескі жүйені біз алып тастауымыз керек. Өйткені жердің иесі тек қана латифундистер ғана жер тек қана латифундистердің ғана қолында табылды. Жергілікті халық қатты қиналып жүр. Сондықтан, құрметті президент мырза, сіздің айналыңызда да латифундистер бар айтпақшы. Депутаттардың арасында латифундистер баршылық. Министрлердің арасында латифундистер бар. Дұрыс айтып тұрмын ба? Бүгінгі таңда халық тек қана өзіңізге ғана сеніп жатыр. Себебі біздің білуімізше сіздің қолыңызда, сіздің туыстарыңызда жер жоқ, латифундистер жоқ. Дұрыс қой? Сондықтан сізге біз мынандай үндеу тастаймыз. Сіз мына мәселені қолға алуыңыз керек. Бізді тыңдауымыз керек. Өйткені өкінішке орай халықтың үні сізге жетпей жатыр. Ал халық міне қандай халқымыз сыпайы, халқымыздың сана сезімі қандай жоғары, міне қандай тәртіп, тек қана былай заң бойынша сізге айтып жатыр. Ол да біздің халқымыздың сана сезімінің өткен дәреже деп білемін. Алла разы болсын сіздерге. Алла разы болсын. Міне, сондықтан Тоқаев мырза, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, тек қана осы ауданның емес, бүкіл Қазақстанда жер мәселесін шешу, ол тек қана сіздің ғана қолыңыздан келеді, және ол сіздің міндетіңіз деп білемін. Өйткені бұл елдің басшысы, бұл елдің президенті сізсіз. Сондықтан жер халыққа қайтарылсын деп үндеу тастаймын. Қайтарылсын. Рахмет, көптен көп рахмет. Ал министрлігімізді жалғастырайық. Осындай үндеу әсерлі болады ағайын.